Қайырлы күн, құрметті достар, біз сіздермен тағы да қауышқанымызға шын жүректен қуаныштымыз. Біз бүгін ораторлық сабақтың ең соңғы сабағын өткелі жатырмыз. Бірақ бүгінгі сабақ сіздерге бонустық сабақ. Былайша айтқан кезде дауыс және дикция деген, дауысты қалай қоюға болады деген тақырыптарды қозғайтын боламыз. Ең әуелі дауыс дегеніміз не? Дауыс дегеніміз бұл бүкіл сөзге, сөйлемге бояу беретін ерекше адамның керекті құралы. Енді кейде бізде мынандай сауалдар болады. Дауысты өзгертуге бола ма? Дауыстың қоюлығын, қанықтығын, немесе жуан болу, немесе жіңішке болуын деген сияқты сұрақтар болады. Мен бұндай сұрақтарға жауап ретінде айтқым келеді. Адам өзі аспаз. Яғни дауысты өзгертуге міндетті түрде болады, бірақ десе де оған ұзақ уақыт кетеді. Ал енді адам негізі ананың құрсағында жатқаннан бастап ата-анасының дауысын естиді. Туылған кезде бала ата-ананың дауысын бірден таниды, баланың дауысын ата-ана бірден таниды. Яғни дауыс бұл адамда ерекше бір қажетті, негізгі, табиғи, әсем бір қалып сақталатындай құрал болып табылады. Енді мына дауысты өзгертуге бола ма деген сұраққа мен кішігірім бір жауап беріп өтейік кетейін. Бізде қарға менен тотықұс деген екі құс бар. Бұл екі құс құстар әлеміндегі сөйлеуге қабілетті құстардың қатарында жүреді. Мысалы, Америка құрама штаттарында бір келіншек тотықұс сатып алып, ол тотықұс күнде бір қылмысты айтатын көрінеді. Бірде жуан, бірде жіңішке дауыспен сөйлейді, екі дауыспен сөйлейді. Сонан соң мынау қылмыстық істерді анықтайтын органдарға барып шағымданып, сол тотықұстың жаңағы арқасында бір қылмыстың беті ашылған. Ол, яғни күйеуі мен әйелі қатты қақтығысып, сонан соң барып жаңағы арты бір ауыр қайғылы оқиғамен ұласады. Осыған байланысты тотықұс көрген нәрсесін, естіген нәрсесін құлағына сіңіріп алып, сонан соң қайталап айтып отырған. Яғни бұл дегеніміз біздің адамның сөйлеу аппараттары арқылы енді көкеттің астына кететін ауа, одан шығатын дем арқылы, ауаға алынып жатқан тыныс арқылы шығатын демнің барлығын осы жаңағы адамның денесіндегі бұлшықеттер реттеп отырады. Яғни сөйлеу аппараттары дегеніміз не деген сауал келіп туындайды осы жерде. Бұл жерде бас миы, мұрын қуысы, ауыз, танау, кеңірдек, ерін, тіс, күрек тістері, көмей, жұтқыншақ, ары қарай омыртқа, өңеш, көкет, жұмсақ таңдай, жолын, осының барлығы сөйлеу аппараттарына жатады екен. Яғни сіздің ол бұлшықеттеріңіз, немесе көмейіңіз, тілдің жаңағы түбірі болсын, басқа болсын, дауыстың көркемділігі, дауыстың ырғақтылығын реттеп отырады екен. Сөйлеу аппараты негізі өзара тығыз байланыстан тұратын орталық және атқарушылық деген екі блоктан тұрады үлкен. Енді осы блоктардың дұрыс жұмыс жасау үшін не істейміз деген сұрақ болады. Негізі адамның дауысы өте таза, тұнық, әдемі шығу үшін әртүрлі дауысқа арналған жаттығуларды жасаумен қатар негізгі буын ретінде дұрыс тыныс алу деген мәселе алғашқы орынға қойылады. Яғни фонацияны дем. Үнділерде мақал бар, дем әлемді басқарады деген. Яғни жарық дүниеге келген сәттен бастап адам өмірден өткенше осы демменен серік болады. Яғни дем дұрыс тыныс алу арқылы бүкіл нәрсені басқаруға болады екен. Фонацияны дем дегеніміз негізі дауысты қалыптастыру кезеңіндегі сөйлеушінің тыныс алуы немесе дем шығаруы. Яғни демнің дұрыс кіруі және демнің денеден, өкпеден дұрыс шығуы. Бұл тыныс алу негізгі жоғарғы дем, орта дем, көкірек, сосын көкеттің демі деген сияқты түрлерге бөлінеді. Бірақ осы дұрыс тыныс алу арқылы сіздер өздеріңіздің мынау ерін, тіл, жақ сөйлеу аппараттарыңыз арқылы жарық дүниеге әдемі сөздерді жібере аласыздар. Тілдің тазалығы үшін үнемі жаңылтпаш айту артықтық етпейді. Дұрыс тыныс алсаңыз және күнде таңертең спортпен айналыссаңыз, бұл нәрсе сіздің өкпеңізден дұрыс ауаның, дұрыс демнің шығуына өте көп көмектеседі. Сонан соң күнделікті жаққа, тілге арналған жаттығулар. Себебі мынау сөйлеу аппараттары арқылы келген демді тіл әртүрлі қимылға сала отырып сөзге айналдырады.
Сондықтан да тілдеріңіз дұрыс шығу үшін жаңылтпаш және осы тілге арналған жаттығуларды оны мынау ұрттың оң немесе сол шетіне қарай жұмсап тілді айналдыру арқылы өздеріңіздің тілдеріңізді және жақты кең ашу арқылы өздеріңіздің жақтарыңызды жаттықтыра аласыздар. Және тағы да бір сахна тіліндегі сабақ бар, яғни өкпеге кең демді алу арқылы жай ғана өкпені ұру, осылай күнделікті жасау арқылы сіздің дұрыс дем алуыңызға және демді дұрыс бағытты шығаруыңызға және ол демге әртүрлі ырғақ қосуыңызға көмектеседі. Баршаларыңызға рахмет.